Bir күні әкесі ұлын шақырып алып, қолына бір ескі сағатты ұстатады. Ол былай дейді: «Балам, бұл сағатты маған атаң берген еді. Оның жасы 200 жылдан асты. Мен саған мұны сыйға тартпас бұрын, оның құнын біліп келгеніңді қалаймын. Көшенің басында да зергерлік дүкенге барып, мұны сатқың келетінін айт». Ұлы сағатты алып дүкенге кетеді. Біраз уақыттан кейін қайтып оралып, көңілсіз күйде былай дейді: «Әке, олар маған бұл сағат үшін өте аз ақша ұсынды. Себебі бұл сағат тым ескі, әрі әйнегінде сызаттар бар екен». Әкесі күдімсіреп: «Жарайды, енді қала орталығындағы мұражайға барда сол сағатты көрсет» дейді. Ұлы таңғалып мұражайға кетеді. Бірнеше сағаттан кейін ол үйге жүгіріп кіреді. Жүзі бал-бұл жанып, қуанышы қойнына сыймай тұр еді. «Әке», дейді ол кемігіп, «мұражайдағы мамандар бұл сағатты көргенде таңғалды. Олар мұның өте сирек кездесетін антикварлық жәдігер екенін айтты. Олар бұл үшін маған 1 миллион ұсынды». Сонда әкесі ұлына қарап, маңызды сабақты түсіндіреді: «Балан, мен саған тек мынаны үйреткім келді. Сенің нағыз құныңды тек сені түсінетін, сені бағалайтын орта ғана біледі. Өмірде де дәл солай. Егер сіз бір жерде өзіңізді керексіз, бағасыз сезінсеңіз, қапаланбаңыз. Бұл сіздің құнсыз екеніңізді білдірмейді. Бұл жай ғана сіздің өз жеріңізде емес екеніңізді білдіреді. Ешқашан сізді бағаламайтын адамдардың ортасында қалмаңыз. Сіздің қабілетіңізді, дарыныңызды және болмысыңызды көрмейтін жерде уақыт өткізбеңіз. Есіңізде болсын, гауһар тастың құнын тек зергер ғана біледі. Өз орныңызды табыңыз, сонда ғана сіз жарқырайсыз».